Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін Атырау қаласы бойынша Қарекет қайырымдылық қорының 413-ші баспанасы Атырау қаласында тұратын жалғыз басты 4 баланың анасы Әліпқалиева Әсем деген кісіге бүгін баспананың кілтін табыстайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір үйіне бара жатырмыз. Бірақ баратқан кезде оған телефон звондап айттық. Сіздің үйіңізге тамақ апаруға кетіп бара жатырмыз дедік. Бірақ ол үй алатын бүгін білмейді. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Кілтті үйінде кішкентай балаға арнайы костюм алдық, соны қалтасына салып қойдық. Қазір костюмді кигіземіз, сол кезде қалтасынан алған кезде реакция қалай болады, оны барлығымыз бірге көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Міне бүгін Алланың қалауымен осылай Әсем деген кісінің үйіне келе жатырмыз. Өзі білмейді. Мына жерде гараждың жоғарысында времянка жалдап тұрады екен. Қазір барамыз. Алла сәтін салсын. Сәлеметсіздер ме қайырымды жандар, сәлеметсіздер ме қайырымды достар. Біз Қарекет қайырымдылық қоры құрылғанымызға 3 жыл болды. Осы 3 жылдың ішінде 400 отбасыға баспана сыйлап, 400 отбасыны қуантқан болатынбыз. Міне тағы да бір жанды қуантқалы жатырмыз. Бізбен бірге болыңыздар, кеттік. Қазір айдың аяғы, қаражатта таусылып өзім телефонға лоққа салып тастап едім. Иә, соны кешегі соңғы 2000 теңгесі қалды, соны тамақ алып келіп. Бүгін енді 3-інде түседі, 3-4-те пособияға дейін не берем деп ойлап отыр едім. Қалай? Бұл как раз бірінші классқа барады. Да? Бірінші классқа барғанда онлайн оқыған ба? бұл балаға, бұл 6-шы класс оқиды, үлкені естімей тұрар 12-де. Содан кейін Санжар 8 жаста, бұл 2008 жылы. Екеуі сонда, бұл мына бала. Бұл специнтернатта оқиды, аутизм диагнозымен инвалид балалар болды. Жолдасыңыз бар ма? Жолдасымызбен 2018 жылы заң жүзінде ажырасқанбыз. Қалтасын қара, қалтасын. Қалтасына балаңызға арнап бір тәтті салғанбыз. Бұл Қарекет қайырымдылық қорының басталған жолы қарамен, тағдырлар азба сірә. Апама, көп рахмет барлықтарыңызға. Шыны керек, ойламай едім осындай үйдің кілтіне ие боламын деп. Мен осы өмірден өткенде бұл балаларым баспанасы қалама, мүгедектер интернатында қалады деп осыншама уайымдап іштей өз-өзімді жеп едім. Жалпы қазақ жетімді жылатпаған халық қой, енді осылай Атырау қаласындағы Қарекеттің филиалымен осылай ортақтасып, ақылдаса келе 413-ші баспананың кезегі Алланың қалауымен сізге бұйырды. Енді бұйырса бұлай үй жалдап жүрмейсіздер, балаларыңыз ешқайда қорықпаңыз, уайымдамаңыз. Алла қаласа ыстық үйде әдемі шайыңызды, тәттіңізді ішіп, бұйырса өзіңіздің баспаналарыңызды тойлайтын боламыз. Алланың қалауымен барлығы да. Ал құтты болсын. Үйде жалдамаймыз. Суға түсеміз. Осы бүкіл Қазақстан бойынша Қарекет қорының еріктілеріне де, бәріне де мың алғыс айтамыз. Отбасымыздың атымыздан, 4 балаларымның атымнан.
барлықтарыңызға рахмет. Алла разы болсын барлығыңызға. Қымбатты қазақстандықтар, бұл шаруа бір-екі адамның ісімен біткен шаруа емес. Бұл сіздердің арқаларыңызда ай сайын аударып жатқан ақшаларыңыздың арқасында Қарекет қайырымдылық қорына, сол ақшаға арнайы осындай отбасыларға керемет тамаша қуаныш сыйлап жатырмыз. Егер осындай керемет қуаныш сыйлағымыз келеді, сауап жасағымыз келеді деген жандар болса, ай сайын Қарекет қайырымдылық қорына ақша жіберіп тұруды, ақша салып тұруды тоқтатпаңыздар. Қарекетке берекет дейді, әрекет етейік.